Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2016 жылғы бақытсыз оқиға криминалдық боевигінің сюжетін талдаймыз. Басты кейіпкер Майк Феллон. Майк үлкен Рэй басқаратын жалдамалы өлтірушілер тобының ішіндегі ең мықтысы. Бұрынғы керемет өлтіруші, қазіргі топ басшысы, Оазис атты шағын паб иесі. Ол өзіне ғана қызмет ететін жалдамалыларды жинаған. Олардың әрқайсының өз қолтаңбасы бар. Мысалы алып денелі Карнаж Клифф өзінің орасан зор балтасымен адамдарды турап тастауды ұнатады. Дегенмен тапсырыс берушілер мұндай қатыгез әдісті онша құптай қоймайды. Ал улы Эпид өте қауіпті көрінеді. Ол сөзге сараң. Ол адамды бір тамшысымен ақ жер жастандыра алатын қуатты уларды қолданғанды ұнатады. Мик пен Маг есімді екі бұрынғы арнайы жасақ сарбазы да бар. Олар қарудың барлық түрін меңгерген. Қолма-қол ұрыста алдарына жан салмайды. Жұп болып жұмыс істеп, барлық істі бақытсыз оқиға сияқты етіп көрсетеді. Ал Джейн тамаша жауынгер, суық қарудың маманы. Оның сүйікті қаруы катана. Фред есімді жұмбақ қарт эксперимент жасағанды жақсы көреді. Бірде ол бүтін бір футбол командасын жаңадан шыққан улы газбен улап тастаған еді. Ал Майк олардың ішіндегі ең үздігі. Ол әрбір тапсырысты тап басып, бақытсыз оқиға ретінде көрсете алады. Ұйымда Милтон маңызды рөл атқарады. Клиенттермен тек соның өзі байланысады, тапсырысты қабылдап ақысын алады. Клиенттің талабына қарай Милтон тапсырыстарды өлтірушілерге бөліп береді. Көптеген тапсырыстар, әрине, Майкқа түседі. Бірде бизнесменді өлтіруге тапсырыс алған Майк, оның үйіне барып, барлығын өз еркімен асылып өлгенде етіп көрсетеді. Қателік жасап алмас үшін өлтіруші өз құрбандарын адам деп санамайды. Олар үшін бұл тек ақша табудың жолы ғана. Келесі тапсырыс музыканттар тобы. Майк музыкалық жабдықтарға барып, стақан суды төгіп жібереді. Қысқа тұйықталу салдарынан сахнадағы барлық музыканттар қаза табады. Өз стресін басу үшін өлтіруші қаланың қауіпті аудандарында жүргенді ұнатады. Ол жердегі бейбастақтарды төбелеске итермелеп, оларды аяусыз ұрып соғады. Үйіне оралған соң Майк жастық шағын еске алады. 15 жасында оны күнде бұзақылар ұрып соғып, әзер жинап жүрген ақшасын тартып алатын. Бірде Майк кездейсоқ газ баллонымен біреудің үйіне жасырын кірген күдікті біреуді байқап қалады. Бір сәттен кейін қатты жарылыс болады. Майк сол бейтаныс ер адамның соңынан түседі. Ол өз құрбандарын бақытсыз оқиға ретінде өлтіретін өлтіруші болып шығады. Майк әлгі жалдамалы өлтірушіге, яғни үлкен Рейге жақындап, одан өзін шәкірт етіп алуын өтінеді. Майк бұзақылардың қатыгез басшысынан кек алғысы келеді. Өлтіруші алғашында келісе қоймайды, бірақ кейін баланы іс үстінде сынап көруге шешім қабылдайды. Майк бұзақының пәтеріне кіріп, балконға ақшаны жабыстырып қояды да үй ішінде тығылып отырады. Бұзақы үйіне оралғанда Майк оны балконнан итеріп жібереді. Үлкен Рей баланың іс-қимылына риза болады. Ол Майкты шәкірт етіп алады, бірақ сақтық үшін қылмыс орнында Майкты суретке түсіріп алады. Тәжірибелі өлтіруші жігітке соғысуды және барлық қару түрінен атуды үйретеді. Ақырында Майк әлгі ер адамды алмастырып, ең үздік жалдамалы өлтіруші атанады. Милтон Майкқа тағы бір тапсырыс береді. Бұл жолы бухгалтер Дэниел Майк құрамына сынған шынылар толтырылған пластикалық оғы бар пневматикалық мылтықты қолданады. Өлтіруші қолайлы сәтті ұзақ күтіп, ақырында келе жатқан автокөліктің дөңгелегін атады. Көлік басқарудан шығып, қабырғаға соғылып, бухгалтер тапталып қалады. Бәрі бақытсыз оқиға сияқты көрінеді. Милтон тұңғыш рет Майктың өзін тапсырыс берушіге ақалуға жіберіп, оны таңғалдырады. Алайда оқиға орнында оны басқа өлтіруші күтіп тұрады және оны өлтірмек болады. Майк көліктің артына жасырынып, оқтан аман қалады. Майк қарсы алдындағылардың тәжірибесіз өлтірушілер екенін бірден түсінеді. Содан кейін ол жауынгерлік қақтығыста ер адамды оңай жеңіп, мойнын сындырып тастайды. Майк бәрін тәжірибесіз өлтіруші мотоциклден құлап, тасқа соғылып, мойны сынып қайтыс болды деп көрсетеді. Майк үйіне қайтып келе жатқанда, оған бұрынғы қызы Беттің жақын құрбысы Чарли қоңырау шалып, оның қайтыс болғанын хабарлайды. Майк пен Бет жақында ғана айырылысып кеткен болатын. Дегенмен қыз жігітінің эгоизмін ұнатпаған, ал жігіт болса қыздың қоршаған ортаны қорғау және оны ластайтын кәсіпорындармен күресу туралы үздіксіз әңгімелерін көтере алмайтын. Майк Беттің жерлеу рәсіміне келеді. Онда ол Чарлиден полицияның мәліметі бойынша қызды үйіне тонау мақсатында кірген екі нашақор өлтіргенін естиді. Екеуі де көп ұзамай артық мөлшерде есірткі қабылдап қайтыс болған, сондықтан іс жабылып қалған. Чарли Майкты тағы бір жаңалықпен таңғалдырады. Қайтыс болған Бет Майктан жүкті болған, бірақ ол бұл туралы ешкімге айтпаған. Оған қатты ренжіген Майк өз байланыстарын пайдаланып, полиция бөлімшесінен кісі өлтіру ісін алдыртады. Беттің пәтеріндегі барлық жайттарды тексеріп, тәжірибелі өлтіруші бұл кездейсоқ нашақорлардың ісі емес, кәсіби мамандардың жоспарланған кісі өлтіру екенін түсінеді.
Таныс қолтаңба бойынша Майк бұл істі Мик пен Маг істегенін біледі. Ол өлтірушілерге барады. Олар Бетті Милтонның тапсырысымен өлтіргендерін мойындайды. Алайда олар өздерін ақтап алуға тырысады. Олардың айтуынша Майк пен Бет сол кезде айырылысып кеткен, әрі олар қыздың жүкті екенін білмеген. Олар үшін бұл жай ғана суыққандылықпен орындалған кезекті тапсырыс болған. Жалдамалылардың сөзі Майкты ашуландырады. Ол оларға шабуыл жасайды. Тәжірибелі сарбаздар қарсылық көрсеткенімен, Майк оларды жекпе-жек өнерінде басып озып, екеуін де аяусыз сабайды. Бұл жалдамалылар тек орындаушылар ғана екенін түсінген Майк тергеуін жалғастырады. Ол Чарлиге келіп, Беттің өлімін кім қалауы мүмкін екенін сұрайды. Қыз оның ірі мұнай компаниясы туралы компромат жинағанын айтады. Бұл компанияның қызметі қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіретін. Зерттеудің көшірмесі Беттің ата-анасының үйіндегі компьютерде болуы мүмкін. Кенеттен Чарлидің пәтеріне балта мен Карнаж Клифф басып кіреді. Майкты шауып тастамақ болады. Майк әріптесімен айқасқа түсіп, оған бірнеше қатты соққы жасайды. Ал қыз өлтірушінің иығына пышақ сұғып алады. Клифф қабағын шытпастан пышақты суырып тастайды. Алайда Майк алып денеліні өз балтасына қарай итеріп жіберіп, оны қатты жаралайды. Клифф өлер алдында Милтонның Бетті өлтіруге тапсырыс бергенін мойындайды. Майк Чарлиге Беттің зерттеуінің көшірмесін тауып, кейін өзімен байланысуын айтады. Осыдан кейін Майк Милтон демалып жатқан Алектің фитнес орталығына барады. Барлық шындықты анықтау үшін оны қыспақ қалғанда Милтон Беттің өліміне тапсырыс бергенін мойындайды. Леонард Кент, ірі мұнай компаниясының бас қаржы маманы. Чарли Беттің зерттеуінің қосалқы көшірмесін тауып, Майкқа ірі үндістандық мұнай компаниясы ұңғыма бұрғылауға рұқсат алғанын айтып береді. Бет мұнай компаниясы туралы мәліметтерді осы компанияның бухгалтері Дэниелден алған еді. Дэниелді кейін Чарлимен сөйлескеннен соң Майк өлтіріп тастаған болатын. Майк мұнай компаниясының кеңсесіне кіріп, Милтон нұсқаған Леонард Кентті табады. Өлімнен қорыққан Кент компания иесінің Дэниелдің экологтарға құпия ақпаратты жариялап қойғанын біліп, оны жоюға бұйрық бергенін мойындайды. Кент Милтонмен байланысып, Дэниелді өлтіруге тапсырыс берген. Ал Майк сақтық үшін бұл әңгіменің барлығын диктофонға жазып алған болатын. Майк Кенттен диктофонды тартып алған сәтте, бөлмеге Мик пен Маг кіріп келіп, оны өлтірмек болады. Майк жасырынуға тырысады, бірақ Кентті ондаған оқ тесіп өтеді. Милтоннан Майктың тапсырыс берушілеріне аңду жариялағанын естіген үлкен Рэй, бұл жағдайдың бүкіл ұйымның беделі мен қауіпсіздігіне қатер төндіретінін түсініп, қол астындағыларға өлтірушіні жоюды бұйырады. Маг граната лақтырады, бірақ Майк оны аяғымен қағып жібереді. Жауларының ойланып қалғанын пайдаланған Майк қолма-қол айқасқа түседі. Миг оқ атады, бірақ Майк жауынгердің денесін қалқан қылып пайдаланып, жалдамалының өз серіктесін өлтіріп алуына мәжбүрлейді. Миг серіктесінің өлімінен кейін есін жия алмай жатқанда, Майк оны өрт сөндіргішпен ұрып есеңгіретіп тастайды. Улы Пит өлтірушіні уландырмақ болады, бірақ Майк тынысын тоқтатып үлгеріп, кейін қарсыласын өз уымен өлтіреді. Фред өлтірушіні өз пышағымен жараламақ болады, бірақ оның да үлкен Рейдің бұйрығымен өлтіруге келгенін мойындатады. Майк қартты оңай есеңгіретіп, одан уланған пластырды алады. Майк мотоциклге мініп, мұнай компаниясының иесін күзетіп тұрған Джейнге қарай зулайды. Үлкен Рейдің бұйрығымен келген қыз, жекпе-жек өнерін өте жақсы меңгергендіктен, Майкқа қатты қарсылық көрсетеді. Дегенмен Майк оны жеңіп, қатты тепкен соң көрші бөлмеге ұшырып жібереді. Ашулы Джейн катанасын алып, ер адамды өлтірмек болады. Бірақ Майк соққылардан шебер сытылып шығып, қызды өз катанасымен өлтіреді. Киллер компания иесіне келеді. Бай адам оған үлкен ақша ұсынып құтылмақ болады. Ақшаға қызықпаған Майк оның басын шауып тастайды. Майк оазиске қайтып келіп, үлкен Рэй мен Милтонды кездестіреді. Ол бизнесменнің тапсырыс бергенін дәлелдейтін диктофон жазбасын қосады. Бизнесмен экологтар мен оның жақын құрбысы Чарлиге қатысты 3-3 тапсырысты бір өлтірушіге берген екен. Одан кейін ізді жасыру үшін сол өлтірушіні де жойып жіберуді көздеген. Ал бұл үшін бизнесмен өте көп ақша төлеген. Милтон сол ақшаның көбін өзіне алып қалған. Майк Бетті өлтіруге келіспесін білген Милтон тапсырманы Маг пен Микке тапсырып, кейін Чарлиді өлтіру үшін Карнажды жіберген. Сондай-ақ Милтон Майкты өлтіру үшін сырттан жалдамалы өлтіруші жалдаған, бірақ ол тәжірибесіз болып шығып, Майк оны оңай жеңіп шыққан. Милтонның ұйымға опасыздық жасап, өзіне қарсы шыққанын білген үлкен Рэй ашуға мініп, ер адамды ұрып жібереді. Мейірімді Майк Милтонға Питтің пластырын беріп, оның уланғанын айтпай қояды. Сөйтіп көп ұзамай ер адам қуатты удан жан тәсілім етеді.
Барлық шындық ашылғанына қарамастан, үлкен Рэй Майкқа өте ашулы, өйткені ол бірнеше күн ішінде өмір бойы жинаған жалдамалы өлтірушілер ұйымын күл-талқан етті. Үлкен Рэй Майкқа бұл жерден кетуді және көзіне көрінбеуді бұйырады. Ал өлтіруші болса өз қауіпті кәсібін өзгерту жайлы ойлана бастайды. Бақытсыз оқиға киносы сізге ұнады ма? Пікір қалдырып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.